семьясына ие бола алмай қалды. Халық қиналып жатқан кезде өзіне үлкен зәулім сарайлар салды. Ну, я довольна тем, что убрали слово елбасы. Елбасының еңбегін бағалау, оның еңбегін жоққа шығармау қажет деп есептеймін. Енді бұл кісі тұңғыш президент болған, және елде осындай бір ұғым бар. Құдай ақырымды берсін деген. Сен жассың ғой, түсінесің бе, түсінбейсің бе? Ақыры деген осы. Армысыздар, құрметті көрермен, бүгін біз парламент мәжілісінің қабырғасындамыз. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанның конституциясына біршама өзгерістер енгізілгелі жатыр. Атап айтқанда, конституцияның 46 және 91 бабындағы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты кейбір нормалар алынып тасталады. Яғни жаңа конституцияда елбасы деген сөз болмайды, оған берілген дербес құқық алынып тасталады. Дегенмен, тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы деген сөз конституцияның 91 бабында қалғалы тұр. Енді осы норманың қалуының өзіне қоғамда біршама қарсылық бар. Ол әлеуметтік желіде жазылып жатыр. Білуімше тіпті оған осы жөнінде петиция да жазылған. Енді оның бәрі енді алдағы уақытта талқылана жатар. Дегенмен біз осы норма жайлы депутаттардан сұрап көрдік. Жалпы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстан тарихындағы рөлі жайлы сұрақ қойдық депутаттарға. Олар не ойлайды екен? Бұл жерде кеңірек қарау керек. Ең негізгі мәселе бүгінгі таңда конституцияның өзі переформатирование болып жатыр. Яғни конституциядан президент Тоқаев өзіне қатысты 30 шақты бүкіл функцияның барлығын өкіметке және парламентке беріп жатыр. Сонымен бірге осы конституциядан осы елбасының құзыры жөніндегі көптеген статьялар алынып тасталды. Және сонымен бірге кешеден бері мәлімделіп жатыр, осы конституциялық реформаның аясында елбасы бірінші президент жөніндегі заңның өзі де күшін жоятын болады. Сондықтан бұның барлығы шынын айту керек, сол 30 жылдағы мынау режимнің демонтажы деп айтуға болады. Енді қазір конституцияда тағы бір жаңа пункт тұр, ол бірінші президенттің еңбегі жөнінде. Енді бұл мәселені қоғаммен талқылау керек. Өйткені конституция дегеніміз ол енді ақылды компромисс қой, бұл саяси компромисс. Ал менің өзімнің жеке ойым, әрине конституцияда тек адам, мораль, құқық, сонымен бірге қоғам тәріздес тек қана сондай жоғары постулаттар ғана болу керек. Конституцияда бір жеке адамға ешқандай бап қаралмау керек. Екі жағы бар. Біріншіден, Назарбаевтың Қазақстанның тәуелсіздігін арттыруға қосқан үлестері бар. Бірінші, шекараны шекендеді. Екінші, сол 90 жылдары өте қиын геосаяси жағдайда Алматыдан Астананы көшіріп алып келді. Бұл Қазақстанның ішкі саясатын тұрақтандырды. Бірақ сонымен бірге әрине кемшіліктер де бар. Енді оны барлығымыз жақсы білеміз, оны айтып та жүрміз, семьясына ие бола алмай қалды. Халық қиналып жатқан кезде өзіне үлкен зәулім сарайлар салды. Сонымен бірге мынау авторитарлық режим болды. Бірақ енді ондай үлкен адамдардың бағасын мынау біраз тарихи уақыт өткеннен кейін ғана беруге болады. Қазір менің ойымша ол кісіге белгілі бір нақты мынау тарихи баға беру әлі ерте. Там же оставили только информацию о том, что о первом президенте, да, не называя фамилию, ну, был первый президент, это действительно, это же исторический факт, что он был. Убрали слово елбасы. Ну, мне кажется, это очень правильно, да. А слово, информацию о первом президенте оставили, ну, тоже нормально. Я не вижу в этом ничего страшного. Ну, если он был первый президент. И при нем, да, и при нем же много было, что сделано тоже. Ну, я довольна тем, что убрали слово елбасы. Бұл құжат, мына ұсынған өзгерістер әлі мәжіліске түскен жоқ. Біз сол туралы тек қана осы бақтардың публикацияларынан көріп отырмыз. Ал түскен кезде әрине талқылауға түскен кезде әрине қарастырамыз, және де бұл не дейміз, ұсыныстардың авторларға тиісті сұрақтар қоямыз. Ал енді Назарбаевтың осы тәуелсіз Қазақстандағы тарихи рөлі туралы өзіңіз бір ауыз сөз. Енді бұл кісі тұңғыш президент болған, және оның бұл лауазымда атқарған жұмыстары бар. Оны енді ешкім оған қарсы айта алмайтын шығар. Бұл болған нәрсе ғой.
Енді бұл жерде әр адамның ойы өзінің ойы, әр адам бізде еркін ойлау, өзінің пікірін айтуға болады. Бірақ енді біздің қазақта жалпы елде осындай бір ұғым бар. Құдай ақырымды берсін деген. Сен жассың ғой, түсінесің бе, түсінбейсің бе? Ақыры деген осы. Өмірде біз жас кезімізде, басқа уақытта, күйдің пістің уақытта жүре береміз, әртүрлі әңгімелермен. Бірақ әрбір адамның ақыры болады. Сонда ақырында сұрайды екен. Дәл сол жағдай қазір болып тұр. Әрине, әрнеге айтуға болады. Бірақ сол енді қалайда болғанда ол кісі тұңғыш президент, қалайда болғанда конституцияны жаңағы біз тұңғыш президентпен қабылдадық. Оның бәрі тарихта қалады. Ол тарих, ол тарихта қалады. Тарихта одан жаңағы бір керемет кісілердің де одан да керемет үлкен тұлғалардың да аты қалып жатыр. Сосын тарихта мүлдем халыққа, адамзатқа қарсы жұмыс істеген адамдар да аты қалып жатыр. Ал енді тұңғыш президент біздің негізін қалады. Сосын жаңағы конституциямызды қабылдадық. Мынау жаңағы шекараларымызды бекітіп алдық. Мысалы үшін қазір не болып жатыр? Украинада, Румыния мен Молдавияның арасында да шиеленіс болайын деп жатыр. Ондай жағдайлар көп. Мысалы үшін Тәжікстан мен Қырғызстанның арасында. Иә, біз бір жерде жердің мәселесінде ұтылдық деп жатырмыз. Онда болған шығар. Бірақ қалайда болғанда ол өзінің орнын алды. Біз сол қазір енді солмен өмір сүріп жатырмыз. Біріншіден, менің соңғы алған ақпараттарым бойынша елбасы мен тұңғыш президентке тиісті нормалар алынып тасталып, тек қана тәуелсіз Қазақстанның қалаушысы ретінде деген норманы Конституцияда сақтауды жоспарлап отыр. Бізге әлі мәжіліске ол заңнама әлі кірген жоқ. Ол өзгерістер біз өз көзімізбен көрген жоқпыз. Бірақ енді қоғамның талқылауындағы жүрген мәселе. Меніңше, елбасының осы күнге дейінгі 30 жылдың ішіндегі жасалған еңбегін ешкім жоққа шығара алмайды. Бүгінгі елбасының жасаған істерін Конституцияда шегендеу, оған енді қоғамның да пікірін, парламенттің де пікірін, сонымен қатар басқа да азаматтардың пікірін осы тұста талқылау қажет деп есептеймін. Заңнама бізге кірсін, талқылайық. 1-2 жұмыс тобы өткеннен кейін мен сізге келіп, арнайы интервью беруге дайын. Жақсы, сонда осы... Бірақ мен елбасының еңбегін бағалау, оның еңбегін жоққа шығармау қажет деп есептеймін. Яғни елбасының тәуелсіз Қазақстан тарихындағы орнын міндетті түрде Конституцияда бекіту керек, дұрыс деп ойлайсыз ғой? Әрине, менің түсінігімде тәуелсіздігіміздің басында тұрған, 30 жыл бойы тәуелсіздігіміздің шылбырын шегендеген азамат екені ақиқат. Сол себептен тікелей осы тәуелсіздікке, тәуелсіз Қазақстанға үлесін қосқан азамат ретінде Конституцияда белгілегенді мен қолдаймын.